Достар, үй жағдайындағы бургерді қалай жасаймыз? Дайын нанды алып аламыз, котлетті үйден қуырамыз, салаттың жапырағын аламыз, огурцыйды турап аламыз, және кетчуп майонезді араластырамыз. Сосын осындай өзінің сыры бар, осындайды қоямыз. Міне, енді кеттік, бастайық. Осындай сыр. Мінекей салат жапырағын қоямыз. Котлет қоямыз. Мінекей сырды қоямыз. Болды. Енді огурцылар қоямыз. Достар, мен огурцы көп болған жақсы көремін, сондықтан өзіме көп салдым. Нанның екінші бөлігіне кетчуп майонезді жағып аламыз. Мінекей. Мінекей достар, үй жағдайындағы бургер. Енше маған ас болсын. Мінекей үй жағдайындағы бургер осындай. Енді мен жеймін. Дәмді екен. Сіздер де жасап көріңіздер.